Баяғыда байлығы жұрттан асқан бір бай болыпты. Байдың ай десе аузы, күн десе көзі бар, Ханшайым атты жалғыз қызы бар екен. Бір күні Ханшайым қасындағы құрбысымен суға түсуге бармақшы болады. Суға түсуге бармас бұрын хан әкесіне келіп былай дейді: Хан әке, сіздің рұқсатыңызбен қасыма нөкерлерім ертіп, өзен жағасына барып қайтсам деп едім. Ал жар дегенде жалғыз қызым, өзіне абай бол, жолда байқап жүр. Күн көзі батқанша қайтып орал, жолың болсын. Жақсы әкешім, дегеніңіз болсын. Ханшайым 40 қыз нөкерімен суға түсіп бола бергенде, кенеттен аспаннан үлкен бір алып қара құс келіп, Ханшайымды алып кетеді. Көмектесіңдер, құтқарыңдар, көмектесіңдер. Ханшайымды қара құс алып кетті. Бірнеше күнге дейін олар ханға болған жағдайды айта алмай қатты қиналады. Сол кезде ауыл ағалары жиналып, ханға бір үлкен сол ауылдың дана қариясын жібереді. Уа ханым, сізге айтар бір суыт хабарым бар, бірақ сабыр сақтауыңызды сұраймын. Сіздің жар дегенде жалғыз қызыңызды қара құс алып кетті. Не дейді? Мына құлағым не естіп тұр? Ханым, сабыр сақтауыңыз. Сол кезде ханның Назар атты уәзірі келіп, ханға бұлай дейді: Уа тақсыр, сізге бір бұйымтайым бар. Мұхиттың ар жағында Сәлім деген балықшы тұрады. Оның 7 өнерпаз ұлдары бар деседі. Тапса қызыңызды сол табар. 500 мың әскер беріңіз, темірден кеме соқтыңыз, мен аттанайын. Хан табанда темірден кеме соқтырып, бас уәзірін сол балықшы Сәлімге аттандырады. Ол бір айда аман сау Мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Ассаламу алейкум, Сәлім шал. Сәлім шал. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Кім болды? Мен Сәлім шалдың ортаншылы Сүңгір боламын. Қандай шаруамен келдіңіз? Сүңгір. Сәлім шалдың жоқтығы жаман болыпты. Ендеше саған жағдайды баяндайын. Ханның жар дегенде жалғыз қызы Ханшайымды әгді қара құс алып кетті. Сендердің 7 өнерпаз жігіттің ұлдары бар екенін естіп, сендерге келіп тұрмыз. Ханның мынау сендерге жіберген сәлемдемесі. Егер 7 өнерпаз жігіт Ханшайымды аман есен елге алып келсе, 7 өнерпаз жігіттің біреуіне хан өз қызын дүние мүлкімен беремін деп. Онда мен бұны неде өнілеріме айтайын. Жақсы Сүңгір балам. Жағада тұрған кемеге үнділеріңді алып сонда келерсің. Біз сені сонда тосамыз. Жақсы, назар өзі. Олар кемеге отырып, кері қайтады. 7 өнерпазды ертіп, аман сау Назар да хан алдына жетіпті. Уа тақсыр, бұйрығыңызды орындап, алдыңызға 7 өнерпаз жігіттерді алып келдік. Амансыз ба, ханым? Амансыңдар ма, ұлдарым? Елге танымал 7 өнерпаз сендерсіңдер ме? Не, ханым? Менің қызымды аман есен тауып әкелетіндеріне сенемін. Не, ханым, бізге сеніңіз. Әнділерім, уақытты көп оздырмай, жұртқа аттанайық. Не, дұрыс айтасыз, аға. Олар Ханшайымды іздеп көкте 7 күн, 7 түн
ұшып жүреді. 8-ші күн дегенде бір дарияның жағасында отырған құсты, шашын тарап тұрған ханшайым сұлуды көреді. Қара құсты көрген секілді құлағынан жүрейік. Қара құс қой бұл. Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Қазір мен бұл қара құсты. Ханшайым! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Ханшайым! Олар суға батып бара жатқан ханшайымды құтқарып қалады. Ханшайым, есіңізді жиыңыз, ханшайым! Сіздер кімсіздер, сержігіттер? Сіздер кімсіздер? Мені зұлым құстан құтқарып қалғандарыңызға сіздерге алғысым шексіз. Біз Сәлім балықшының жетөнерпаз ұлы боламыз. Ханның бұйрығымен сізді қара құстан аман алып қалдық. Рахмет сіздерге, жетөнерпаз жігіт. Ханшайымды құтқардық. Енді хандыққа барар жолды қайдан табамыз? Иә, жолды қалай табамыз? Шынымен қалай табамыз? Ағалар, хан сарайына баратын жолды мен көрсетейін сендерге. Неше не істеп тұрсың жолда бар? Көрсет бізге жолды. Соңымнан еріңдер. Олар арап ашып шаршаған, жаяу жүрек, табандары тесілген. Олардың жол жүруге шамалары да жоқ еді. Інілерім, жол алыс, аздап отырып, тынығып алайық. Отырыңыз ханшайым. Жолда бар. Дорбадағы торсыдан қымыз құйып берші. Ох, шіркін, қымыздың кереметін ай, шөлінде лезде қандырады. Інілерім, жол алыс, кеш қараймай хан сарайына жетуіміз керек. Осы тыныққанымызда болар. Жүрсек жүрек, кәне жолда бар, жинастырына жер. Әкешім! Қызым, табылдың-ау, амансың ба? Я, хан әке, жолда қаншама қиыншылықтар болды. Бірақ сол зұлым құстан құтқарып қалған Сәлім балықшының жетөнерпаз ұлдары. Егер де осы батырлар болмағанда, мен сарайға аман қайтпас едім, хан әке. Қане жетөнерпаз, бастарыңды көтеріңдер. Сендер менің қызымды тауып әкеліп, бұйрығымды орындадыңдар. Енді мен уәдемде тұруым керек. Бірақ қарап тұрсам сендер жетеусіңдер. Ал менің қызым жалғыз. Қайсыларын маған күйеу бала болатындарыңды өздерің шешіңдер. Маған барлықтарын бір дейсіңдер. Ендеше бәрімізде өз өнерімізді айтып, сізге айтайын. Егер қайсы аты десеңіз, сол сіздің қызыңыз алсын. Мен құстың соңынан 7 күн жүрмегенімде, бәлкім бұл жерде сіздің қызыңыз болмас па еді. Қане, қызыңыз балалай. Ал мен құралайды көзге атқан мерген, әрі суға құлаған қызды жағаға алып шықпағанда қыз жоқ болатын еді. Сондықтан қыз маған тиесілі. Ал егер де мен болмағанда, сендер хан сарайына аман есен жетпеуші едіңдер. Сол себепті қыз маған лайық. Қоятын жолда бар, Маған лайық. Бұл не дау? Сендер ағайын демессіңдер ме? Мен қызыма лайықты жанды көрдім. Ол сүңгір, кел сүңгір балам. Рахмет ханием, ағаларым. Сүңгірінім. Егер хан ханшайымға сені лайық деп тапса, біз хан шешіміне қарсы шықпаймыз, солай емес пе? Әрине қарсы шықпаймыз. Уа халқым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елім дейтін, жерім дейтін, жетөнерпаздай батырлар көп болсын. Осылай жетөнерпаз хан қызын аман есен құтқарып, барлығы армандарына жетіпті.